Кек сақтау адамзат баласына тән. Бірақ кек алу жақсы қасиет емес. Адамдарды кек сақтауға, кек алуға түрлі жағдайлар итермелейді. Алайда қандай жағдай болмасын, кекшіл емес көпшіл болуға ұмтылу, кешірімшіл болу адамның асыл қасиеті. Біле білсеңіз, тек адамдар емес хайуандар да кек алады екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша кейбір жануарлар өзіне ұнамаған, қорлық көрсеткен адамдарды ұзақ жылдар бойы есте сақтап қалып қайтсе де кек алмай тынбайтын көрінеді. Сонымен қай жануар адамдардан кек ала алады, қайсынан сақтану керек? Зерттеулер көрсеткендей жер бетіндегі ең кекшіл жануар піл болып шықты. Иә, кәдімгі арамызда өмір сүріп жатқан алып пілдер адамның досы саналғанымен кейде қас жауына айналуы мүмкін. Пілдер бүгінде тіршілік ететін жануарлардың ішіндегі ең үлкені. Және жануарлардың арасында миы ең үлкені піл. Олардың миының салмағы 5 келіні құрайды. Білесіз бе, пілдер өзіне зомбылық көрсеткен адамды ешқашан ұмытпайды және кешірмейді. Мына бір оқиға кейінде ғана болыпты. Үндістанның Чхаттисгар штатында 40 шақты пілдер табына жақын маңдағы ауылға бас көктеп кіріп, пілдің баласын өлтірген адамды таптап өлтірген. Ал келесі оқиға бір ғасыр бұрын болса да, жергілікті халық әлі ұмыта қойған жоқ. Малайзияның Хилер Пирак ауданы осыдан 100 жыл бұрын қазіргідей биік ғимараттарға толы қала емес, қалың тоғай, орман еді. Сол орманда пілдер емін еркін жайылып жүретін. 1885 жылы британдықтар орман ішінен қалайына кемежайға дейін тасу үшін темір жол құрылысын бастайды. Бір жылдан кейін Телук Ансон мен Тапах Роудты жалғайтын шойын жол пайдалануға беріледі. Гүрілдеген пойыздар орман ішіндегі жан-жануарлардың мазасын алғаны анық, және темір жол олардың емін еркін жүруіне кедергі келтіріп, қауіп төндірді. 1894 жылы кішкентай пілдің баласын пойыз қағып кетеді. Арада бірнеше күн өткесін, яғни 1984 жылдың 17 қыркүйегінде жолаушылар мен темір өндіретін қызметкерлер отырған паровоз Пирактан қайтып келе жатты. Бір кезде машинист темір жолдың ортасында қасқайып тұрған үлкен пілді байқайды. Бірнеше рет сигнал бергенімен піл орнына қозғалған жоқ. Керісінше пойызға қарай бет алып келе жатты. Әбден сасқалақтаған машинист пілді қағып өтіп, рельстен шығып кетеді. Апаттың салдарынан 2 адам көз жұмады. Өлімге бас тіккен пілде тірі қалмады. Ол пойыз қағып кеткен кішкентай пілдің анасы болатын. Осылайша алып жануар баласы үшін машинистен кек алып, өзі де мерт болады. Британ билігі бұл оқиғаға қатты тебіреніп, қаһарман пілге апат орын алған темір жолдың жағасына ескерткіш орнатады. Ал темір жолдың қозғалысы 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде тоқталған болатын. Пойызға түсіп мерт болған пілдің бас сүйегі қазір Пирак қаласындағы Тайпин музейінде сақтаулы тұр. Биіктігі 1 метрге жететін жамбас сүйегі болса, Керетапи Танах Мелаю музейіне қойылды. Ал пілдің тұмсығындағы сүйегін Англияға алып кетеді. Қалған дене бөлшектерін мемориал жанына көмеді. Ғалымдардың пайымдауынша пілдің IQ 7 жасар баланың IQ-мен тең келеді екен. Сондықтан олардың есте сақтау қабілеті жақсы. 2010 жылы ақштағы цирктің бірінде үйретушіні піл өлтіріп қояды. Кейіннен полиция анықтағандай үйретуші қойылымның алдында пілді тоқпен соққан екен. Мұндай қатыгездікке төзбеген піл оған осылайша жауап қайтарыпты. Піл кек қайтаруды ғана емес, сонымен қатар алғыс айтуды да біледі. 2009 жылы Таиландтағы Паттарапол Манион есімді дәрігер бір пілді құтқарып қалады. Ауыр жарақаттанған пілді бірнеше ай емдеп, жабайы табиғатқа қайта жіберген екен. Арада 12 жыл өткесін әлгі ветеринар баяғыда пілді тауып алған орман алқабын күзетуге барады. Бір кезде орман ішінен пілдің ақырған дауысы шығады. Дәрігер оны бірден таныды. Ол баяғы өзі емдеген піл болатын. Бірнеше айда ол пілдің дауысын жаттап алған болатын, оның дауысын басқа пілмен шатастыруы мүмкін емес еді. Осылайша орман ішінде піл өзінің құтқарушысын іздеп тауып, жанына жақындайды және тұмсығын созып алғысын білдірген екен. Ұйқыны жақсы көретін сүйкімді балалардың ермегі мысықта әрдайым адамдармен дос бола бермейді екен. Ғалымдардың айтуынша мысық тұқымының ішіндегі ең кекшілі сия мысықтар екен. Олар өте қызғаншақ болып келеді. Егер сіз үйіңізде сия мысықтарын асырағыңыз келсе, оған балаңызға қарағандай қамқорлық жасап, еркелетіп, сипап, бар тәттіні жегізуіңіз керек.
Өйткені сия мысықтары өзіне ғана назар аудартқанды жақсы көреді. Егер сіз оның көзінше басқа адамды құшақтай қалсаңыз, немесе басқа да үй жануарына көңіл бөлгеніңізді көрсетеңіз, ол сізге кек сақтай бастайды. Сөйтіп отырған жеріңізде аяқ астынан бетіңізді, денеңізді әдейі тырнап алуы ғажап емес. Олар осылайша қызғанышын білдіріп, қожайынның назарын қайта өзіне аудартқысы келеді. Олай жасамасаңыз шабуылға дайын болыңыз. Шөл даланың кемесі атанған түйе де кейде адамдарға шабуыл жасайды. Өйткені олар ештеңені ешқашан ұмытпайды. Егер біреу түйеге қысым көрсетіп, тәнін жарақаттаған болса, ол сол адамға кек сақтап қалады және кегін алғанша байыз таппайды. Мына бір сұмдық оқиға осының куәсі. 2016 жылы Үндістанның Раджастхан ауданында тұратын Уржарам есімді азаматы таңертең түйесін аулаға байлап кетеді. Күні бойы үйінде қонақ күткен кісі күннің астында байланып тұрған түйесін мүлдем ұмытып кетеді. Қонақтарын шығарып салған соң қас қарайғанда түйесін алып кетуге келеді. Сол кезде иесіне кек сақтап үлгерген түйе Уржарамның мойнына тістеп алып бар күшімен жерге лақтырып жібереді. Мұнымен тоқтамаған түйе жерде ыңырсып жатқан еркектің мойнынан басы үзілгенше тістелей береді. Сұмдық оқиғаға куә болған көршілері жаралы азаматты түйеден құтқаруға барын салады. Ауылдың 25 еркегі 6 сағат дегенде жын ұрған түйені әрең тоқтатады. Бірақ тым кеш еді. Уржарам сол жерде жан тапсырады. Құрлықта ғана емес, су астында да адамнан кек алушылар табылады екен. Мұхиттың төресі кит алып болса да акула, басқа да жыртқыш балықтар секілді адамға шабуыл жасамайды. Бірақ тиіспесең ғана. Шынтуайтына келгенде киттің де ызасын тудырсаңыз аямайды. 19 ғасырда ашық мұхитта кит аулаушылар көбейе бастады. Себебі сол заманда киттің еті, майы өте құнды болатын. 1820 жылы Тынық мұхитында алып кит Эксенс атты кит аулаушы кемеге шабуыл жасайды. Салдарынан кеме суға батып кетеді. Апаттан кейін кемедегі 21 адамның 8 ғана тірі қалады. Қайғылы жағдайдан кейін тірі қалған адамдар оқиғаның мән-жайын айтып берген. Айтуларынша кемені соғып, әдейі суға батырған Моха Дик есімді кит. Бұл китті балықшылар ең алғаш рет Моха аралынан байқаған. Әдетте киттердің ұзындығы 15 метрге дейін жетеді. Ал Моха Диктің ұзындығы 26 метр еді. Өте үлкен китті сол кезде біраз кит аулашылар ұстауға тырысты. Солардың бірі суға батқан Эксенс кемесінің капитан Агава болатын. Ол китке бірнеше рет найза тәрізді аңшылық қарумен шабуыл жасап ұстауға тырысқан. Өзге де кит аулаушылар дәл осылай жасап киттің денесін әбден жарақаттаған. Адамдарға өшіккен кит өзін аулауға тырысқан кемелерге шабуыл жасап отырған. Анықталғандай жаралы кит 30 шақты адамды өлтірген екен. 1838 жылы Моха Дик ақыры кит аулаушылардың қолына түседі. Бұдан шығатын қорытынды хайуанда мейірім мен қамқорлық, жылулықты сезіне алады. Тиісінше қорлық, зомбылықты да түсінеді және адамдар тарапынан көрсетілген мейірімсіздікке мейірімсіздікпен жауап бере алады. Ал сіз басқа да кекшіл жануарларды білесіз бе? Дұрысы ешкімге зиянымызды тигізбей жүрейік. Аман болыңыздар.